Оян Қазақстан көрермендері, қайырлы таң. Сіздерді таңертең шошытып оятатын кейбір жануарлардың бір түріне біз дәл қазір қонаққа келдік. Бұл бізде Эмиль және Рамиль деген екі тышқан. Эстетикалық тышқандар. Жай атжалман неге құйрық емес. Сондықтан да қазір маған Алина есімді зоотехник көмектеспек. Иә, Алина, енді алып қарай берсек бола ма? Иә, әрине болады. Рамиль. Рамиль менің қолымда. Жатырқап тұр ғой деймін. Сумен, дайынсың ба? Біз қазір сені түсірілімге жұлдыз етеміз. Алақанның бүгінгі кейіпкері болып тұрған декоративті тышқандар 2 жыл өмір сүреді. Жабайы ортада небәрі 1 жыл. Қолымыздағылар 1 жастан ендасқан жануарлар. Мен дәл қазір Эмильден қорқпайтынды көрсетіп, иығыма шығартып алайын. Дәл қазір біз енді Эмиль мен Рамильдің үйшігін алдымен тазалаудан бастайтын шығармыз. Алина ханым тышқандардың үйшігіндегі нәжіс салмасын тазалаудың қарапайым жолын көрсетті. Алдымен торды алып, ішіндегі ескі салманы түгел төгіп тастаймыз. Сосын жаңасын саламыз. Осындай жаңартуды аптасына 2-3 рет жасау керек. Салма ретінде мақта, газет не ұсақ ағаш жаңқаларын қолдануға болмайды. Сосын оларға тамақты беруге болады. Осының үстіне бере берсек болады ғой, иә? Ал. Рамиль, тамақ ішетін уақыт келді. Біз Алина ханым екеуміз мына жерде Эмиль мен Рамильдің тамақтарын қарап жатырмыз. Шынымен де тура ПП деп жатады, пайдалы тамақтанудың бір түрі екен. Түрлі дәнді дақылдар, шемішкенің де түрі, арнайы тышқандарынған тамақтың да түрі бар екен міне. Күніне қанша рет тамақтандыру керек? 1 рет. 1 рет жеткілікті, иә? Таңертең қойып қоясыз, өздері жеп жүре береді. Кеше тамақты, қара. Или сен де мен сияқты диетада жүрсің. Ол шоколадты. Бізде шоколад та бар ма? Иә. Бұл тышқандарға арналған шоколадтың түрі, иә? Оларға 1 рет аптада беруге болады. Дегенмен де тәттіні, қуырылған, тұздалған майлы тағамдарды бермеген абзал. Шұжық, орам жапырақ, қызылша, шикі картопты рационға енбеу керек. Ал ұйқыға кем дегенде 1 тәуліктің 12 сағаты арналады. Үйшіктерін күн сәулесі тікелей түсетін, жел аңқылдап тұратын орындарға қоймаған жөн. Қолайлы температура 18-21 градус арасында. Ал еркіндікке жіберсеңіз, сым жолақтарын жасырып қою керек. Кеміргіштің аты кеміргіш. Сын сюда к другу своему пришел. Его поставить туда? Не, нормально. Қыдығым келе жатқан. Мен сөзімді ұмытып қалдым ғой. Егер осындай тышқан бақыларыңыз келсе, міндетті түрде зоотехниктардың, ветеринарлардың тексеруінен кейін, әбден кеңесін алып, содан кейін барып баққан жөн. Сосын осылай кішігірім үйшігін сатып алып, тамағы да, ойыншықтары да, сулары да бәрі оңай екен. Сонымен жануарларға қамқор болайық, алақанда кездескенше.